Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге Жас Атырау және мен Әсем Жолдыбаева. Бүгін біз театрдамыз. Жыл сайын театр маусымы басталған кезде әртістеріміз еліміздің түкпір-түкпірін аралап іс-сапар жасайды. Осыған орай Ғабит Мүсірепов атындағы Жастар театры Атырауға ат басын бұрды. Театр ұжымы бүгін Шыңғыс Айтматовтың «Қызыл орамалды шынарым» атты туындысын көрермен назарына ұсынбақ. Ендеше бірге тамашалайық. «Қызыл орамалды шынарым» туындысында 60-шы жылдардағы қырғыз жеріндегі оқиға сипатталған. Жолдың бойында танысқан Әсел есімді бойжеткен мен көлік жүргізушісі Ілияс бір-бірін ұнатып, шынайы махаббаттың кейіпкерлері атанады. Оқиға адам ессіз болып туады, есі алаң өмір кешеді, есі кіргенде тым кеш болады деген баяндаумен бастау алады. Ата-анасының батасын алмай, алдындағы кедергілерге қарамастан, Ілияс пен Әсел шаңырақ көтеріп балалы болады. Алайда олардың бұл бақыты қас қағым ғана сәт еді. Себебі жұмысына жан тәнімен берілген Ілияс ойға алған жоспарының жүзеге аспай қалуына байланысты отбасы бақытының тас-талқанын шығарады. Жеңілген, мойындағысы келмеген кейіпкер отбасынан безініп, жан жылуын қызметтес танысы Хадишадан іздейді. Ал Әсел өзінен үлкен азаматқа қосылып, ортада қалған Сәбит есімді бүлдіршінін өзге жанды әке деп атап кетеді. Кеудесін өкініш өртеген Ілияс өткенді қайтара алмайтынын түсініп, жаңа өмір бастауға тырысады. Шығарманың басты тақырыбы қолда бар алтынның қадірі жоқ дегенді жеткізу еді. Бұл қойылым көрерменге пешенеге жазылған бақытты бағалауды көрсетіп, қалың көпшіліктің қошеметіне ие болды. Атырау мен үшін бөтен қала емес, айтады ғой, би болмасаң да би түсетін үй бол дегендей. Шынымен әр қалада бір үйің болсын деп баяғыда үлкен кісілер айтқанда соның түбін астарын түсінбей жататын едік. Енді соны өзіміз сезініп жүрген жайымыз бар, өйткені менің достарымның жалпы басым көпшілігі осы Атырауда, Ақтауда, Ақтөбеде, Оралда ғой. Сондықтан Атырауға бірінші келуім емес, бұл менің өзімнің тіпті туған қаламдай болып кеткен. Көптен келмесек сағынып, жай ғана достарды аралап келіп кететініміз бар. Сол себептен де көңіл күй тамаша, үйге келгенде арқа-жарқа, жаңағы арқан кеңге тастап, еркелеп, қызыл балықты жеп жатқан жайымыз бар. Ал енді бүгінгі спектакльге келетін болсақ, бұл Шыңғыс Айтматовтың үлкен шығармасы ғой, халыққа кеңінен тараған, бір жүрегінен орын алған шығармасының бірі. Енді оны сахналаған белгілі режиссер Талғат Темент мырза. Бір өте сәтті шыққан қойылым. Мен жаңағы Хадишаның образында көрдіңіздер ме, көре алмадыңыздар ма? Сол себептен жүгі ауыр, былай қарағанда бір аз ғана шығып қана кететін сияқтысың. Бірақ айтар ойы, астары, өзінің кейіпкерінің өмірі, тағдырын қорғау дегендей. Енді білмеймін, халыққа көңілінен шыққандай ма деп ойлап қоямыз. Атырау халқы өте қонақжай халық, оны бұрыннан білетінмін. Осы жылда келгенде оған да тағы көзім жетті. Келгелі құшақ жайып, қарсы алып, қойылып жатқан біздің қойылымдарға ерекше мән беріп, бағалап жатыр. Мен ризамын. Әсерім өте керемет. Менің болашақ актер ретінде өзіме үлкен көп сабақ алдым. Міне, құрметті достар, өздеріңіз көргенде сезіммен үндескен бұл қойылым мәңгілік махаббаттың мәселесін биікке көтерді. Көрерменді мейірімділікке, адами қасиеттерге баулыды. Рухани дамығыңыз келсе, театрға келіңіз, театрды көріңіз, өнерден ләззат алыңыз.